балалар, шаттық шеңбер. Бірінші психология ахуалды көріп алайық. Өзіміз бір-бірімізге жақсы, жылы көңіл күймен, жылы лебізбен сабағымызды бастайық, жар балалар. Олай болса бірге айтамыз. Армысың, алтын гүл, армысың, жандысың, армысың, жандысың, сәлеметсіздер апай. Енді балалар, біз орнымызға отырмастан бұрын бірінші біз гүлдер терейік. Гүлдерді теру арқылы біз әр топқа бөлінеміз. Кәне, келе ғой, Сафура, ұнаған гүліңді ала ғой. Ақ гүлдер балалар негізгі зат есім тобында отырады. Отыра ғой, Сафура. Кел. Кесір гүлді ала ғой. Сен де сол топқа отыра ғой. Кел. Гүлназ. Келді. Келді, ұлдар кесіңдер, кел, Маржан, кел. Сен де сол Гүлназар отырған топқа отыр. Таңшылқын. Топқа бөлінеміз, балалар. Енді Раушан гүлін аламыз. Раушан гүлін алғанда отаңғы туынды зат есім тобында отырады. Зат есім тобы болады. Раушан гүлді алған оқушылар туынды зат есім тобында отырады. Яғни әр топта өзінің топ басшысы болады. Топ басшысын сайлап аламыз. Ал түйметақ гүлдері негізгі зат есім тобына бөлінеді. Балалар, топ ережесін айтайықшы. Топ ережесі. Негізгі зат есім тобында Гүлназ болсын, е? Ережесін айта ғой. Бір-бірін тыңдау, белсенді қатысу, уақытты үнемдеу, нақты дәл жауап беру. Бәлекез, балалар, қосыласыңдар ма? Ережесіңдер ма? Айта ғой. Топ басшы. Мерейбай Айғаным болады. Топ ережесін айта ғой. Нақты дәл жауап беру. Бір-бірін құрметтеу, е? Жарайсың. Жарайсың. Зат есім тобының топ басшысы Ильяс боламын дейді. Ильясты бәрі тағайындапты. Топ ережесін айта қойшы. Нақты жауап беру, белсенді қатысу. Нұрисламды зат есімі, негізгі және туынды зат есім. Біз қай бөлімде жүрміз, балалар? Өнер бөліміндеміз. Өнер деген сөз жалпы қалай түсінеміз? Кімнің қандай ойы бар? Гүлназ, өнер дегеніміз не? Өнерлі адам қандай болады? Өнерлі адам өнерлі болады. Өнер деген қандай өнер түрлерін білесің? Өз қолынан өнер, сурет салу, тағы тоқыма тоқу. Жарайсың, Айзера қосыла ғой, кән. Күй тартады, күйшілерді айтамыз, жарайсың. Кән, Ақылбек, тағы да қандай өнер түрлері бар? Сабаққа қатысамыз. Бишілерді өнерге жатқыза аламыз ба? Әншілерді жатқызамыз, е? Өнер. Айта ғой. Мысалы, цирктегі адамдарда өнер көрсетеді. Өз өнерлерін циркте көрсетеді, сахнада. Әншілер ән айтады. Тағы да не қосасың? Айта ғой. Нұрислам. Тіпті аңдарда өнер көрсетеді. Міне, керемет жауап. Қай жерде олар өнер көрсетеді? Сен барып көрдің бе? Қандай орынға бардың? Циркте олар арыстан дегендер өнер көрсетеді. Үйретілген аңдар, е? Керемет жағдың мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар сұрастырып, оларға дәл нақты жауап беру бүгінгі сендердің мақсаттары және негізгі зат есімді туынды зат есімге айналдыру. Негізгі зат есім дегеніміз ол мысалға түбір сөздерді айтады. Мысалға оқу деген сөз түбірі, е? Оқу деген сөз біз қалай туынды сөзге айналдырамыз. Бүгін сен соны сендер үйренесіңдер. Ш дегеніміз ол не? Жұмдақ па, жалғау ма? Жалғау арқылы біз не істейміз? Негізгі зат есімді, туынды зат есімді айналдыруды бүгін сендер үйренесіңдер. Бүгінгі сендердің бүгін мақсаттарың балалар. Осы мақсатқа біз қол жеткізуіміз керекпіз. Күтілетін нәтиже балалар, мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, бағытталған сұрақтарға ұйымшылдықпен жақсылап жауап беру керексіңдер. Негізгі туынды зат есімді анықтайсыңдар және әдемі, көркем, қатесіз жазып үйренесіңдер. Ал келесі. Ерғанат ала ғой. Бұлтты ала ғой. Бұлттың көзін ашағанда жоғарда бұлттарда тұмырайып тұр тегі. Сұрағын оқи ғой, тапсырмасын. Басыңды аша ғой. Сан есім дегеніміз не дейді? Айта ғой. Сан есім дегеніміз не еді? Заттардың несін білдіреді? Дұрыс. Санын білдіреді екен. Қандай сұрақтарға жауап береді? Қанша? Айта ғой. Қанша? Қанша несі?
Даусың шығар. Неше деген Қанша? Неше? сұрақтарға мысал келтірші. Менің қолымда қанша гүл бар? Сұрақ қой. Апайдың қолында Қанша гүл бар? Қанша, саны қанша екен? Бір гүл бар. Дұрыс, жарайсың балалар. Күнге терапиясы. Қайта қараймыз. Қарап отырайық. Бәрекелді балалар. Ал біз қандай бейне сюжет көрдік? Сендерге не сыйлады балалар? Күлкі. Нелерді көріп тұрсыңдар? Жануарлар. Яғни бұл жануарлардың барлығына қандай сұрақ қойылады екен? Нұрислам, қандай сұрақ қойылады екен жануарларға? Жануарларға Нелер деген сұрақтар қойылады. Қан толтырып жіберші Ілияскан. Жануарларға қандай сұрақ қояды екенбіз? Жануарларға нелер деген сұрақтарды қоямыз. Жануарлар да күле алады екен, яғни жалпы айтқан кезде балалар сендер де өмір бақи күліп қасындағы адамдарға балалар, біздің жаңа сабағымыз негізгі және туынды зат есім дегеніміз не? Біз ережемізді жақсылап түсініп алайық, содан кейін тағы да бейне сюжет көреміз. Мансұр, құлағыңды маған тұр. Зат есім негізгі және туынды болып қаншаға бөлінеді екен? Екіге бөлінеді екен. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім деп атаймыз. Мысалға, ана, бала, кесе, көз, бұлардың барлығы түбір сөздері, сөздің түбірі. Яғни бұлар негізгі зат есім болады екен. Осы негізгі зат есімге жұрнақ жалғау арқылы біз оларды туынды зат есімге айналдырамыз. Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған зат есімді балалар не деп атаймыз? Туынды зат есім деп айтамыз. Мысалы, сурет деген негізгі зат есімді мен ш жұрнағын жалғау арқылы не істедім? Қандай зат есімді айналдырдым? Туынды зат есімді айналдырдым. Оқу, түбірі оқу, ылық, оған жалғанған не? Яғни бұл қандай зат есімге айналды балалар? Туынды зат есімге айналды. Зат есім дегеніміз неді жалпы? Зат есім деген қол көтере ғой. Мағжан. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер. Оның сұрақтары кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Енді бүгін біз қандай жаңа тақырыппен таныстық? Зат есім қанша түрге бөлінеді екен? Қандай? Негізгі зат есім. Туынды зат есім. Бәрекелді, жақсы. Енді мынау бейне сюжетті. Ай мектеп. Аға, ұшақ деген атау ұш деген сөзден шыққан ба? Дана, ұшақ деген сөз туынды зат есім. Зат есімнің басқа да түрлері бар ма? Әрине. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Терезе, жол, қанат сияқты негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Айта ғой. Туынды зат есім мен негізгі зат есім. Яғни туынды зат есім қалай пайда болады екен, Мағжан? Бақытжан, туынды зат есім қалай пайда болады? Не жалғану арқылы? Негізгі зат есімге не жалғаймыз біз? Зат есімге айналдыра алады екен, толтыра қой, айғанды толтыра қой екен. Не түсіндік, не ұғындық? Егер біз негізгі зат есімге жалғау жалғайтса, ол туынды зат есімге айналады. Ой, бәрекелді. Мысалы, түбірі оқу, ш оған жалғанған не? Бәрекелді, қосасың ба бәрі?
Жарайсыңдар, олай болса, дәптерімізді жинаймыз. Дәптерімізді жинаймыз. Тез, кәндікін жылдан қимдайды. Қай топ? Не болды? Бақытжан? Ой, бәрекелді. Ильястың тобы өтті. Жылдан қимдайды екен. Керемет. Кімдік қап кетті. Мелбай айғаным. Қол жаға жүргеніміз алды. Және. 1, 2, 3. Ойға жинап көш. Қолға алам-аламыз. Көркем етіп жазамыз. Бүгінгі күнді жазыңдар балалар. Бүгін нешесі күннің? Жылдың қай мезгілі? Қаңтар ма? Қыс мезгілі. Қыс мезгілі қандай айы? Қаңтар нешесі бүгін? Аптаның нешінші күні? Күн бейсенбі. Олай болса жазыңдар. Қаңтардың 27-сі сынып жұмысы. Көркем жазу ретінде біз өз дыбысын жазамыз. 1, 2, 3. Ойға жинап көш. Қолға алам-аламыз. Көркем етіп жазамыз. Бүгінгі күнді жазыңдар балалар. Бүгін нешесі күннің? Жылдың қай мезгілі? Қаңтар ма? Қыс мезгілі. Қыс мезгілі қандай айы? Қаңтар нешесі бүгін? Аптаның нешінші күні? Күн бейсенбі. Олай болса жазыңдар. Қаңтардың 27-сі сынып жұмысы. Көркем жазу ретінде біз өз дыбысын жазамыз. Қате жоқ па ішінде? Жоқ. Жарайсыңдар. Қателікке жол бермеу керек. Қаңтардың 27-сі сынып жұмысы. Ө дыбысының бас әріп мен кіші әрпін бір қатар көркем жазып шығамыз. Әрине мақал, өнер алды қызыл тіл деген қалай түсінеміз? Айғаннан басқа ешкім өз ойын айтпай ма? Айта ғой айғаннан. Өнер алды қызыл тіл дегеніміз Адамдар қалай сөйлеу керек? шешен, Мәдениетті. сосын бүйірдің. Айбалдауға бола ма? Жоқ. Болмайды. Естімейтін сөз айтуыңыз Жылы сөйлеп, бауырына кіріп, әркімнің көңіліне қарап сөйлеу керек еді. Бірде мен бетті айта саламын, мен тегін айта саламын деп, қасымыздағы жолдасымызды ренжітіп те қоюға болмайды екен балалар. Болған балы қалай отырады? Бәрекелді Мағжан, әдемі жазыпты Мағжан, көркем, таза ұстау керек дәптерді. Бақытжан, жарайсың Бақытжан. Кән жаудыр. Ой, бәрекелді, моншақтай тізіп жазыпты әдемі ол. Мағжан да жазыпты. Болды қой бәріміз, е? Иә. Ағылбек өзгерді ма? Білесің? Енді бәріміз бір сергіп алайықшы. Қалай отырамыз ән айтқан кезде? Баяғы заманда жұпына ғана үйде бір әйел үш ұлымен тұрыпты. Әйел мүлде шеберсіз екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп қиылтыпты. Бір күні әйел өзі кестелеген орамалдарын базарға сатуға барады. Орамалдарын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен соң әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көгал, оның қақырар баққан су, бақта сайраған бұл бейнеленіпті.